Баршаңызға сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түс жоруға арналған видеоканал. Бүгін біз егер түсіңізде ұшақты көрсеңіз қалай жорылады, сол жайлы болмақ. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз, ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде ұшақта отырсаңыз, сіздің сапарға шығатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде ұшаққа отырып жатсаңыз, сіздің атақ абыройыңыздың артқандығын білдіреді. Егер түсіңізде ұшақты күтіп тұрсаңыз, сіздің көптен көрмеген туысыңызбен көрісетіндігіңіздің немесе балалы болғандығыңызды білдіреді. Түсіңізде ұшақта отырып жерге қонғаныңызды көрсеңіз, сізге бір ауыртпашылықтан кейін жеңілдік келгендігін білдіреді. Ал түсіңізде ұшақтың құлағанын көру бір қиыншылықтың келетіндігін білдіреді. Алладан жәрдем сұрауды ұмытпаңыз. Егер түсіңізде әскери ұшақты көрсеңіз, сіздің күшіңізді және ашушаңдығыңызды білдіреді. Имам Наблусидің айтуынша, егер адам түсінде ұшақта отырса, оның жасаған дұғасының қабыл болғандығын білдіреді деген. Түсіңізде үлкен ұшақты көрсеңіз, сіздің алға қойған мақсаттарыңыздың көп екендігін білдіреді. Егер түсіңізде ұшақты жүргізіп бара жатсаңыз, сіздің айналаңызда болып жатқан жағдайды бақылап жүргеніңізді білдіреді. Егер бойдақ адам түсінде ұшақ көрсе, армандап жүрген жұбына қосылатындығын білдіреді. Түсіңізде кішкентай ұшақ көрсеңіз, онда сіз кішкентай деп ойлап жүрген нәрсенің үлкен екендігін білдіреді. Мысалға, үлкен табыс табатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде кішкентай балаңыздың ұшақта отырған көрсеңіз, балаңыздың оқуды жақсы оқып, үлкен белестерді бағындыратындығын білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.